Коронавирус. Коронавирус туралы ұқсас бейнені интернеттен таба алмайсыз. Бұл жерде сіз жаман нәрселер туралы естімейсіз. Вирусты қай елдерде анықталғаны жайлы, немесе нақты өлім саны қанша екендігі жайлы айтпаймын. Мұнда мен нақты шындықты айтамын. Сондықтан сіз осы бейнені соңына дейін көруіңізді ұсынамын. Ендеше кеттік. Сіз коронавирус жайлы ештеңе білмеуіңіз керек. Сіз бұл туралы көбірек білсеңіз, ол сіз үшін жаман. Ол осындай бір парадокс. Енді мен сізге бұл тұжырымдаманы түсіндіремін. Неліктен адамдар ешқашан шамадан тыс көңілділік пен бақыттан зардап шекпейді деп ойланбадыңыз ба? Бірақ депрессиядан адамдар үнемі ауырып, оның зардабын шегеді. Факт. Адамның психикасы осылайша реттелген. Адамдардың реакциясы жағымды ақпараттардан жағымсыз ақпараттарға, оқиғаларға реакциясы 100 есе күштірек болады. Сондықтан барлық адамдар оған көп көңіл бөледі, оған көбірек қызығушылық танытады, және олардың энергиясының аз ғана бөлігі ғана ол бақыт, денсаулық және өзін-өзі дамыту сияқты маңызды нәрселерге бағытталады. Осы сәтті сезген пәле адамдар осы оқиғаны пайдаланып, хайп жасап, көптеген ақша табуда. Көбісі дүрбелеңге бой алдырып, олар бұл туралы белсенді түрде өсек айта бастайды. Олар оны байқаусызда жасайды және тіпті өздері үшін бәрін нашарлатады деп күдіктенбейді. Осылайша негатив ары қарай көбейіп, одан да көбірек адам оған беріліп кетеді. Сондықтан әлем халқының 90% ауру мен қайғы қасірет әлемінде өмір сүреді. Бұқаралық ақпарат құралдарында адам қабылдауының мұндай белгілері ақпарат бағдарламаларында белсенді пайдалануда. Өйткені сіз жақсы жаңалықтарды сирек естисіз. Әдетте бұл қандай да бір жағымсыз фактыны алу сияқты жасалады. Жаңа мәліметтер пайда болады. Мұның бәрі ұнамды және барлық принциптер бойынша сол принципке сәйкес драматизация жасалады. Табиғи апаттар, лаңкестік актілер, қарулы қақтығыстар және тағы да басқалары. Және бір заңдылыққа назар аударыңызшы, ол сол оқиғалардың спиральдылығы. Алдымен ақпарат ақырында борала бастайды да, содан кейін жарнамалық шиеленістер көбейе түседі. Онда эмоциялар жанып тұрады, сондықтан барлық энергия бөлінеді. Сосын соңынан уақытша бәрі тынышталады. Ал енді жоғарыда айтылған спиральдің қозғалу механизмін талқылайық. Алдымен адам фактілермен бетпе-бет келеді. Теориялық тұрғыда ол факт адамды қозғайды. Талқылайық. Сонымен Қытайда өлімге әкелетін вирус туралы жаңалық шығады. Егер бұл жаңалық адамға әсер етсе, ол әсерге жауап бере бастайды. Өзінің басынан өткеретін көзқарасын білдіреді. Сондықтан бірінші жиылыста бірдей ретпен энергияның реакциясы түрінде сәулеленеді. Бұл адам мыңдаған адамдар сияқты теріс оқиғаға онымен резонанс тудырады. Сәулеге қатысуға деген қызығушылығымен жауап береді. Демек, оның энергиясы артады. Бұқаралық ақпарат құралдары өз компаниясын жалғастыруда. Қызығушылық танытқан адам оқиғалардың дамуын бақылап, өзіне жағымсыз энергия енгізіп, сыртқы бақылаушы ретінде ойынға қатысады. Бір қарағанда ерекше ештеңке болған жоқ. Әдеттегідей, адам өз энергиясының бір бөлігін эпидемияға берген кезден басталады. Оның денсаулығына ол іс жүзінде ешқандай әсер еткен жоқ. Бірақ іс жүзінде теріс оқиғаның тазалығына энергияны таратады. Дегенмен, шын мәнінде адамдар нашар ақпараттық толқынында негатив энергия шашып жүреді. Оған ұқсас оқиғалар оған жақын жерде болады. Сосын адамдар спиральға қатысады және спиральдің әрекет ету аймағында болады. Оны өздігіне бұрап алады. Одан ары өзара қарым-қатынас жақындап кетеді және адам аталған оқиғаны өзінің өмірінің ажырамас бөлігі ретінде қабылдайды және оны есепке ала бастайды. Кез келген жерде ол әртүрлі елдерде адам өлімі вирусының
өршуі туралы фактілерді кездестіреді. Адам бұл жаңалықты достарымен және туыстарымен талқылайды. Олардың қызығушылық пен жанашырлық түрінде жауап алады. Вирустың энергиясы өсіп, адам оқиғаның шеңберіне жақын бақылаушы болмай, тікелей қатысушы болады. Айтылғандардан қорытынды. Бұқаралық ақпарат құралдары вирустың тез таралуының тікелей себебі, ал адамдар білместен оларға көмектеседі. Және Қытайда құрбан болғандардың саны экспоненциалды түрде көбейе бастайды. Олар басқа елдердің күрт өзгеруіне қатты алаңдайды. Сенімсіз фактілер мен коронавирус туралы жалған ақпараттармен қорқытады. Бұл таңқаларлық емес. Өйткені әр адам немесе белгілі бір құрылым тек өз мүдделері үшін әрекет етеді. Олар рейтингтер мен өздерінің байыту мәселелеріне алаңдайды. Мүмкін вирус арнайы мақсатта іске қосылған шығар. Мүмкін бұл жерге арнайы қызметтер тартылып, саяси мүдделер жүзеге асырылуда. Біз бұны біле алмаймыз. Бірақ мұндай әдістер бүкіл адамзатқа зиянын тигізетіні айқын. Енді қарапайым тұмаудың мысалын қолдана отырып, аурудың тарихын егжей-тегжейлі қарастырайық. Аурудың негізгі себебі бұл эпидемия деп аталатын ойынға қатысуға еркіңізбен келісу. Тұмау эпидемиясы әлдеқайда кең етек алды деген қауесеттерден басталады. Қауіпті адамдар тұмаудың ауа тамшыларымен оңай өтетінін біледі. Демек сіз кез келген қарапайым адам сияқты мұның бәрі болуы мүмкін деген пікірді толық мойындайсыз. Фильм бірден сіздің басыңызға айналады. Сіз температураны көтересіз. Сіз жөтелді кездейсоқ жаясыз. Сіз қазірден бастап ойынға қатысасыз. Өйткені сіз энергия шығарасыз. Негатив толқыны туралы ойлар сіз қазірдің өзінде саналы түрде індет келе жатқанын және назар аударатыныңызды іздейсіз. Сіз үйде де, жұмыста да түшкірген адамдар бар екенін көресіз. Олар бұрында да үнемі болған, бірақ сіз оларды қазір байқайсыз. Анда-санда біреу осы тақырыпта сөйлей бастайды. Сіздің індет жақындап келеді деген болжамыңыз жаңа растауын табады. Егер сіз тіпті растауды арнайы іздемесеңіз де, ол сізге бәрібір айналып келеді. Егер ол ойынның басынан ақ вирустың толқынына бейімделсеңіз, онда ол сіздің саналы түрде қатысуыңызға қарамастан күшейе түседі. Сіздің денсаулығыңыз жақсы болса да, сіз ауырмасаңыз да, ауру туралы ойланбаңыз. Аурудың толқынына энергияны сәулелендіру, оған қарсы ой бағытты. Жақсы болсын, жаман болсын, оның бәрі маңызды емес. Мысалы, сіз командировкада жүрсеңіз, сізде ауруға уақытыңыз болмаса, немесе ауру туралы мүлде естімесеңіз, онда ауру сізге тимейді. Оның бәрі психологиялық тұрғыда. Дәрігерлер пациенттерден не үшін жұқпайды деп таңғалмадыңыз ба? Көбісі таңғышсыз жұмыс істейді. Бұл барлық ауруларға қарсы егілгендіктен емес. Дәрігерлер де індет ойынын белсенді ойнайды. Бірақ бұл жерде рөл оларға мүлдем өзгеше. Олар белсенді ойыншылар емес, олар сырттан бақылаушылар болып табылады. Бірақ бұл қазір ол туралы емес. Коронавирустың індет мәселесін қарастырдық. Жаһандық тренд ретінде олар бөлек жағдайлар болып табылады. Осы нәрселерге сенбесеңіз сенбей-ақ қойыңыз. Сізге вирус жоқ деп ешкім дәлелдемейді. Бірақ аурудың толқынында тек ақыл-ой энергиясының сәулесі бар. Дәл осындай жағдайларда сыни тұрғыдан ойлауға тырысыңыз және көпшілікке ермеңіз. Абсолютті бір идеяны көтермеу керек. Тек заңдылықтарды ескере алады және шындық әрқашан жақында болады. Бірақ дәл қай жерде екені белгісіз. Сізге жаңалықтарды қараудың қажеті жоқ. Ауырып қалмас үшін ауруды талқыламай, жаңалықтарды аз көру керек. Энергияның көп бөлігін пайдалы және жағымды нәрселерге жұмсау керек. Өйткені сау адамдар бұл ең алдымен бақытты адамдар. Менікі сияқты арналарды жиі көріңіз. Тек жағымды музыка тыңдап,
күлкілі фильмдер көріңіз. Тек пайдалы кітаптарды оқып, позитивті және ынталы адамдармен сөйлесіңіз. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіңіз. Мені арнама жазылыңыз. Сіз еш нәрсені жіберіп алмау үшін қоңырауды басыңыз. Барлығына денсаулық тілеймін. Қош сау болыңыз.